Сәлем, осындай котлет рецептімен бөлісейін. Ол үшін 300-500 грамм фарш керек. Және пиязды осындай майдалағышта майдалап аламыз. Немесе қолмен турасаңыздар да болады. Осыны фаршқа қосып, сосын бүркен нанды 3-4 кусогын үстіне сүт құйып жібітіп қоямыз. Бөлкен нанымыз жібіген кезде бұны да майдалағыштан майдалап аламыз, немесе қолмен майдаласаңыздар да болады. Бұны да майдалап болғаннан кейін жаңағы фаршымызға қосамыз. Және бір жұмыртқа, бір қасық бұрыш, бір қасық тұз, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша приправалар қоссаңыздар болады. Қолмен жақсылап араластырып, осылай 10-15 рет осылай ұрып аламыз. Фаршымыз, котлетіміз шашырап кетпес үшін. Сосын осылай қолымызды сулап, котлет жасап, ұнға аунатып аламыз. Ұнға аунатып болғаннан кейін қызған азғана майда екі шетін қуырып аламыз. Бұл толықтай піскен жоқ. Сол үшін подливке салып пісірсеңіздер болады. Немесе қайнап тұрған мантоваркада 20 минутқа қойсаңыздар болады. Өте дәмді котлет, пюремен қойсаңыздар да болады дастарханға. Ас болсын.